Сәлем достар. Бүгін денсаулыққа тікелей әсер ететін тақырып өттегі тас пен құм туралы сөйлесеміз. Көп адамда бар, бірақ көбісі оны білмей жүреді. Ал ең қауіптісі, уақытында емдемесе, тас өсіп кетіп операцияға апарады. Бірақ қорықпаңыз, бұл видеода мен сізге өттегі тасты табиғи және дәрілік жолмен қалай арылуға болатын туралы айтып беремін. Өт бауырдың астында орналасқан кішкентай қапшық. Оның міндеті майды қорытуға көмектесу. Бірақ дұрыс тамақтанбау, майлы және қуырылған тағам, аз қимыл өт құрамындағы холестерин мен тұздың тепе-теңдігін бұзады. Нәтижесінде өт қоюланып, алдымен құм түзеледі, кейін ол тасқа айналады. Өттегі құм мен тастың белгілері: оң жақ қабырға астындағы ауырсыну, жүрек айну, іш кебу, кекіру, ауызда ащы дәм, майлы тамақтан кейін өзіңді жайсыз сезіну. Бұл белгілер байқалса, уақыт жоғалтпай дәрігерге барыңыз. Өттегі құм мен тасты анықтаудың ең оңай жолы ол ультрадыбыстық зерттеу. Бірнеше минутта өттің ішінде не бар екенін нақты көруге болады. Өтте егер тек құм болса, ол арнайы дәрілер мен дұрыс диета арқылы шығады. Мысалы, өт айдайтын және өт сұйылтатын дәрілер арқылы. Егер тас үлкен болса, кейде оны операция арқылы ғана алады. Бірақ қорықпаңыз, қазір бұл операциялар шағын тілік арқылы жасалады, ізде қалмайды. Ал ең бастысы тамақтану тәртібі. Өт ауруында ең пайдалы 5 тағам бар: сәбіз, қызылша, жас көкөністер мен жемістер. Таза су, күніне кемінде 1-2 литр қажет. Сулы ботқасы, майсыз айран және сүзбе. Бірақ тыйым салынатын тағамдар да бар: қуырылған, майлы тағам, шоколад, кофе, алкоголь мен көп жұмыртқа мен ет. Көп адам табиғи жолмен тасты ерткісі келеді. Дәрігердің рұқсатымен қолдануға болатын бірнеше әдістер де бар. Таңертең аш қарынға жылы суға лимон шырынын қосып ішу. Күнінде бір ас қасық зәйтүн майын қабылдау, немесе қызылша, артишок, жүгері сабағының тұнбасы сияқты шөп шайлар, немесе қозғалысты арттыру, жаяу жүру өт айналымын жақсартады. Бірақ есте сақтаңыз, бұл әдістер тек құм кезінде ғана көмектеседі. Ал егер тас үлкен болса, өз бетіңіз шиырту бұл қауіпті болуы мүмкін. Егер тастар қозғалып кетсе, өт жолын бітеп тастайды. Осы кезде адам сарғаяды, дене қызуы көтеріледі, қатты ауырсыну басталады. Бұл кезде өз бетіңізше ем жасауға болмайды, тек жедел жәрдем шақырыңыз. Өт ауруының алдын алу өте оңай. Күн сайын қозғалыс жасаңыз, су ішуді ұмытпаңыз, майлы тамақты азайтыңыз, стрессті азайтыңыз, ағзаңызға қамқор болыңыз. Өт тасы мен құм емделетін нәрсе. Ең бастысы уақытылы әрекет ету. Егер бұл видео пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылып төменде пікір қалдырыңыз.